Енді екінші сұраққа көшсек, жалпы нақтырақ айта берейін, мына сәләфи бауырларымызда көп көреміз, екі намаздың басын біріктіріп оқып жүргенді. Әсіресе осы сапар кезінде екі намаздың басын біріктіріп оқып жүреді. Мысалы, бесіннің уақытысында жолда жүрсе, бесін мен асырды біріктіріп жібере салады, я болмаса шамның оқып жатса, шам менен құптанды біріктіріп жібереді деген сияқты. Енді біздің Абу Ханифа мазхабымызда осылай біріктіру бар ма? Я болмаса олардың дәлелі қандай? Осыны ашықтап берсеңіз. Бұлай. Жалпы екі намазды бір уақытта оқу, сапардағы екі намазды бір уақытта оқу мәселесі, осы біздің Абу Ханифа радиаллаху анху және имам Сауридің мазхабы бір жақта, қалған мазхабтармен кішкене пікір келіспеушілікке шыққан. Қандай мәселе? Сапарда жүрген кезде асыр мен бесінді біріктіріп оқуға бола ма? Және ақшам мен құптанды біріктіріп оқуға бола ма? Бірінші Абу Ханифа мазхабының дәлелдерін айтайын, кейін қарсы тараптың дәлелдерін айтамын. Құдай қаласа, екеуін салыстырып көреміз. Абу Ханифа мазхабының ең бірінші дәлелі, Абу Ханифа мазхабында айтады, екі намаздың ортасын тек қана қажылықта, яғни Арапатта асыр мен бесін уақытында, Муздалифада ақшам мен құптанды ақшам уақытында оқуға рұқсат етеді. Басқа еш уақытта екі намаздың ортасын қосып оқуға рұқсат жоқ деп айтады. Дәлел қандай? Ең бірінші дәлелі Құранның аяты. Инна салата канат алал муъминина китабан мауқута деген. Яғни шын мәнінде намаз момын мұсылмандарға белгілі бір уақытта парыз етілді. Белгілі бір уақытта жазылған уақытта парыз етілді. Одан алдын ол сізге парыз болмайды. Және одан өзге де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өте көп хадистері бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам намазды уақытында оқуға бұйырғандығы жайлы. Енді осы біздің дәлелдеріміз. Жалпы бұлағында хадистердің нелері, мутаватир деңгейіндегі хадистердің мағынасы, және де Құран аяты жаңағы. Екінші тарапта бұлар айтады, намазды асыр намазы мен бесін намазын, ақшам намазы мен құптан намазын бір уақытта оқуға болады дейді. Енді бір уақытта оқуға болады деген кезде, оның өзі бір уақытта оқудың өзі екіге бөлінеді. Қалай екіге бөлінеді? Бірінші бөлігі жаму тақдим деп қояды. Жаму тақдим дегенде асыр намазын ілгерілетіп, алға жылжытып, бесін намазының уақытында оқу. Немесе жаму тахир деген болады, бесін намазын кешіктіріп, асыр намазының уақытында оқу. Жаму тақдимға келетін болсақ, ол жайлы келген риуаяттарға қарап отырсаңыз, ол жердегі алға жылжытып, асыр намазын алға жылжытып оқуды, немесе құптан намазын алға жылжытып оқуды деген сөзді айтқан ғалымдар, мәселен бір ғалымның мәселен 10 шәкірті болды десе, мен просто аттарын айтып, несін түспей қойып, мәселен бір ғалымның 10 шәкірті болды десеңіз, соның 8-і немесе 9-і сол сөзді айтпағанда біреу ғана сол сөзді айтқан, сондай, яғни инфират деп қойды, жеке сол зиядатпен, сол қосымша сөзбен жеке жаңағы ғалымның шәкірті ғана айтқанда, хадисті риуаят еткен кезде. Мәселен, хадис риуаят етілген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабасы пайғамбарымыздың хадисін алады. Сөйтіп өзінен кейінгіге риуаят еткізеді. Өзінен кейінгіге жеткізеді. Мәселен, бір сахаба айтады да, бір хадисті айтты делік. Бір сахаба бір хадисті айтқаннан кейін, оның жаңағы айтқан сөзін 10 шәкірті естіді, 10 шәкірт алдында отырған 10 ең жақын шәкірті естіді, соның 9-і бұл сахаба бұлай деп айтты деді, 10-шысы біреу ғана жоқ бұлай деп айтты десе, сіз қайсына сенесіз? 9-на сенесіз. Анау біреуі қандай хадис саласында ол майталман болса, басқа болса да, біздің Абу Ханифа радиаллаху анхудың мазхабында оған кішкене немен қаралады. Бұлай қанда, оның сөзі әсіресе мынандай нелерге қарсы шығатын жерде, мутаватир хадистерге, мутаватир деңгейі деген қандай хадис? Бір топ сахаба, бір топ табиинге, бір топ таба табиинге риуаят еткен, олардың жаңағы өтірік айту үшін, ауыз жаласып, өтірік айту үшін өзара келісіп алуы ешқашан мүмкін болмаған хадисті мутаватир хадис дейді. Сондай мутаватир хадиске қарсы келген кезде Ханафи мазхабы жоқ дейді, бұны алмаймыз дейді. Бұндай хадистерді алмаймыз дейді. Неге? Өйткені мына жерде мутаватир хадис тұр. Ал ана жерде бір ғалымның 10 шәкірті болса, сол 10 шәкірттің 9-на қарсы шыққан бір ғалым тұр.
осылай деп айтты анау деп, мен естідім деп. Сіз өзіңіз ойлаңыз, қазір мен қазір 94 адам бізді тыңдап отыр. Бір сөз айтты, 94 адамның 93-і Абдулахат ұстаз былай деп айтты десе, біреу айтса, жоқ, Абдулахат ұстаз былай дейді десе, біз қайсына сенеміз? 93-не сенеміз. 94-тің 93. Ана біреу айтамыз десе, мүмкін дұрыс түсінбеген шығарсың, мүмкін қателесіп кеттің ба, қалғып қалдың ба, білмей қалдың ба деп. Бұл хадис саласы сондай бір нәзік мәселелерді сол жағынан алады да, жам-тәхир мәселесін тіпті хадисші ғалымдардың өздері құптай бермейді. Хадисші ғалымдардың өздері құптай бермейді. Жам-тәхир мәселесі, яғни намазы жинаған кезде намазы уақытынан алдын жинау. Неге? Өйткені намаз сізге парыз болды, сол уақыттың кіруімен парыз болды. Уақыттың кіруінсіз сізге намаз парыз болмайды. Енді біреу айтуы мүмкін осы жерде, сіздер айтасыздар ғой, жаңа айтып өттіңіз ғой, Арапатта жинайды дейді, Мұздалифада жинауға рұқсат береді дейді, жаңа намазды алға жылыстап. Неге сіздер сөзге рұқсат бересіздер, мына жаққа неге рұқсат бермей жатсыздар деген сөз шығару мүмкін. Анау біз айттық, бір нәрсені түсінуіміз керек та, мына хадистер үшке бөлінеді. Абу Ханифа радиаллаху анху мазхабы бойынша хадис үшке бөлінеді. Біріншісі мутаватир хадис. Мутаватир деген не? Жаңағы бір топ сахабадан, бір топ табиин, бір топ табииннен, бір топ таба табиин, бір топ таба табииннен, бір топ баб риуаят еткен. Сөйтіп олар жаңағы бір сөзді өтірік, жаңағы бір-бірімен ауыз жаласып алып, келісіп алып өтірік айту мүмкін болмаған деңгейде топ-топ бір-біріне риуаят еткен хадисті мутаватир деп айтады. Ол хадис ең жоғары, ең дәрежесі күшті хадис болып табылады. Намазды уақытылы оқу керек деген хадистер осы деңгейдегі хадистер. Енді екінші хадистер болады. Ол екінші хадистер қалай? Екінші хадистер сахабалар бір топ емес, бір сахаба. Жаңағы бір немесе екі сахаба риуаят етеді. Бірақ бұдан риуаят ететін табииндер бірнеше, бір топ табиин жаңағы бір сахабадан риуаят етеді. Сөйтіп таба табииннен бір топ таба табиин риуаят етеді. Баптар жаңағы таба табииннен бір топ баптар риуаят етеді. Яғни тек қана анау сахабаның буынында ғана бір адамда, одан кейінгі буындарда көпшілік болып кетеді. Бұны хадис мәшһүр деп айтады, атақты хадис деп айтады. Енді мутаватир хадисті, жаңағы мутаватир хадисті, жалпылама айтылған мутаватир хадистің кейбір үкімдерін, кейбір мәселелерге шектеу үшін, яғни тахсис ам деп қояды, кейбір мәселелерге шектеу үшін мутаватир деңгейдегі хадис керек, немесе мәшһүр деңгейдегі хадис керек. Ал ахад деңгейіндегі, үшінші деңгейдегі хадис десек, ол қандай хадис? Жаңағы сахаба, бір-екі сахаба айтты, одан бір-екі табиин тыңдады, одан бір-екі таба табиин тыңдады, одан бір-екі баб тыңдады. Түсіндіңіз бе? Осылай бір-екі, бүкіл тізбегі бір-екі. Ол хадисті өзге ғалымдар риуаят еткен жоқ. Ал сол ахад хадистің өзін амал еткен кезде біздің Абу Ханифа радиаллаху анхудың мазхабы 3 шарт қойған. Ахад дейді, жаңағы ең төменгі деңгей, ол хадис сахих болса да, ол хадис Бухариде, Муслимде келіп тұрса да, оған амал етуіміз үшін біздің Ханафи мазхабының ғалымдары 3 шарт қойған. Енді қазір ол шарттарға тоқталатын боламыз. Қазір бірінші оған дейін мынаны айта кетейік. Енді қараңыз, мынаған ахад хадис жаңағы жам тақдим деген өзі біріншіден шектеліп жатыр дедік. Енді мутаватир деңгейде, яғни көпшілік деңгейде келіп жатқан хадиске қарама-қайшылықты біз алмадық дедік. Енді жаңағы неде келіп жатқан, Арапатта оқылған, Мұздалифада намаздардың жиналу мәселесінде мутаватир немесе мәшһүр хадистер келген. Сол үшін біз айтамыз, осы кезде ғана рұқсат, басқа кезде рұқсат емес деп айтамыз. Абу Ханифа мазхабы, біз айтамыз дегенде, Абу Ханифа мазхабын айтып жатырмын. Абдуллахат ұстаз келіп тұрып, біз солай сөйлейміз деп отыр екен, өзін бір мазхаби сияқты сөйлеп отыр екен деген түсінік болмасын. Абу Ханифа мазхабы, асхабына дейді ғой, ұстаздарымыз солай айтады. Енді жам'ут тахир деген, ол жаңағы намаз, бесін намазын кешіктіреді. Соңғы уақытына кешіктіреді да, асар намазын бірінші уақытында оқиды. Жам'у суари дейді болмасам. Немесе бұлар тіке алады да бесін намазын оқымай қояды, өз уақытында асар намазының уақытында оқиды. Енді ол, егер біз бесін намазын уақытында оқымастан асар намазын уақытында оқысақ, намаз дұрыс деп санаймыз бізді. Бірақ ана бірінші намаз қаза болған деп санаймыз. Ал ханафилер бір ғана жинаудың бір ғана суретіне рұқсат береді, және жаңа хадистерде келген, мәселен, Табук шайқасында, имам Муслимде келеді, Табук шайқасына барған кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям асар намазымен, бесін намазымен асар намазын және ақшам намазымен құптан намазын арасын қосып оқыды деген жаңа Муад ибн Джабалден имам Муслим реткен хадис келеді. Ол хадисті жаңа біздің ғалымдарымыз жам суариге алады. Яғни жам суари деген не?
жаңағы бесін намазын соңғы уақытында, асыр намазын алғашқы уақытында, ақшам намазын соңғы уақытында, құптан намазын алғашқы уақытында оқу. Жалпы бұл намаз мәселесіне келген кезде өте мұқият болу керек. Неге? Өйткені біздің ислам шариғатында 5 парыз бар десек, соның иманнан кейін тұратын ең күшті парызы бұл намаз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты, не деді? Ертең қияметте пенденің иманнан кейін сұралатын ең бірінші амалы намаз деді. Намаз дұрыс болса, басқа амалдардың бәрі дұрыс болады деді. Ал намазы дұрыс болмаса, уже ода түйткілдер пайда болады. Намаздан қаралады. Сондықтан да енді ол мәселен біздің дәлелдерімізге қанағаттанбаған бауырларымызға да айтарымыз, ең кемінде мына пікір келіспеушіліктен шығу деген барлық мазхабта сондай бір бап бар. Сол пікір келіспеушіліктен шығу бабынан алған халде біздің мазхабтың яғни ешқандай күмән де болмайды, басқа болмайды, мынандай ғалымдық дұрыс болса же, мынандай ғалымдық қате болса же. Мәселен, бір адам келмейді сізге, намазды өз уақытында оқуға болмайды деп бір адам айтпайды сізге. Біз айтамыз, намазды уақытынан бұрын оқуға болмайды деп айтамыз. Көпшілік ғалымдар айтқан, қаншадан қанша ғалымдар айтқан. Бірақ бір адам келмейді, намазды бесін намазын уақытында оқуға болмайды, асыр намазын уақытында оқуға болмайды деп айтпайды. Демек, пікір келіспеушіліктен шыққан халде осыны ұстаса, баршамызға құба-құп болады. Сосын мәселен, тағы мен бір-екі осы мәселеде болды, жүре беріңіздер. Иншалла. Жақсы, ана менің түсінгенім, демек, қажылықтың кезінде, біздің Абу Ханифа мазхабында қажылықтың кезінде, Мұздалифада, Арафатта оқу, бұл мутаватир болу себебі қажылықта адамдар көп болады ғой. Демек, осы нәрсенің өзі, ақылдың өзі құптап тұр оның мутаватир екендігін, қажылықтың кезінде оқитындығын. Солай ма ұстаз? Қараңыз, намаз күнделікті оқылады, дұрыс па? Намаз күнделікті оқылады. Сахабалар, мәселен сахабалар сапарға, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өте көп сапарға шыққан. Намаз күнделікті оқылады. Мынандай нәрсе бар да, мен жаңағы 3 шарты хабар хатты Абу Ханифа радиаллаху анхудың мазхабының қабылдауы үшін 3 шарт керек деп жаңа айтып өттім ғой. Соны кейінірек тоқталамыз деген едім, бірақ енді сонда да қазір айта кете салайын. Хабар хатты біздің Ханафи мазхабының қабылдауы үшін 3 шарт бар. Соның жаңағы шарттарынан бірінші шарты рауи, риуаят етуші адам өзінің риуаят еткен сөзіне қайшы іс-әрекет істемеген болу керек. Ең бірінші шарты, хадисті жеткізуші сахаба өзі жеткізген хадиске қарама-қайшы іс істемеген болу керек. Оған неге дәлел келтіреді? Мысалы, имам Бухариде келген, Ибн Умар радиаллаху анху жаңағы рукуға барарда, рукудан қайтарда жаңағылай екі қолды көтеріп, бауырларым істейді ғой жаңағы осылай. Екі қолды көтереді. Осы нәрсе келген Бухари деген, сахих жолмен келген. Бірақ біздің Абу Ханифа мазхабы неге оны алмайды? Өйткені жаңағы имам Бухаридің ең соңғы, имам Бухариде риуаят еткен ғалым Ибн Умардың ең соңғы 2 жылында қызмет қылған Мужахид деген жанында ең соңғы 2 жылында алдынан бір елі қалмай жүріп қызметінде болған шәкірт болған жаңағы шәкірт еді. Соңғы 2 жылда қасында намаз оқыдым, бір рет олай қол көтеріп намаз оқыған көрген жоқпын дейді. Демек, жаңа хат жолмен, бір жолмен келіп жатыр хадис, және өзінің ісіне қарама-қайшы келіп жатыр. Сол кезде біздегі қағида бойынша, Абу Ханифа радиаллаху анхудың қағидасы бойынша, егер хадисті риуаят етуші адам өзінің сөзіне қарама-қайшы іс істесе, біз оның сөзін емес, ісін аламыз дейді. Ісін аламыз. Неге? Өйткені ол жалғыз жолмен келіп жатыр біріншіден. Екіншіден, ол кісіге мәселен басқа да не болуы мүмкін, өйткені хадиске амал еткен кезде сахабалар секілді амал ететін адам болмаған. Өте қатты амал ететін болған ол кісілер. Бұл бірінші. Екінші жолы бар, аммат бихил бәлуа болмау керек. Яғни аммат бихил бәлуа деген не? Көпшілік адамдар күнделікті орындайтын құлшылықтардан бір немесе 2 жолмен келмеу керек. Көпшілік жолмен келу керек. Мутаватир жолмен келу керек. Мәшһүр жолмен келу керек. Мәселен, күнделікті 5 уақыт намазда сахабалар 1000 сахаба дейік, жұма намаздарында 10 000 сахаба дейік, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тұрып намаз оқып жатыр. Сол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жаңағы рукуға баратқан кезде, рукудан қайтарып жатқан кезде сонша 10 000 сахабаның ішінде неге тек қана бір немесе 2 сахаба көріп бізге жеткізеді? Тем более оның қарама-қарсысында сахабалар тұр. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям имам Тирмидиде келеді, яғни Ибн Мас'уд радиаллаху анху, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тек қана бірінші рет қол көтерген кезде ғана құлақ қаққан, басқа уақыт еш уақытта
құлақ қақпаған деген риуаяттар келген. Осындай кезде жалпылама жаңағы көпшілік істеп жатқан кезде көпшілік жолмен келмесе, онда ол хадис, хабар, ахадқа, яғни жеке жолмен келген дәлелдерге мән беріле бермейді. Сол үшін мәселен мынау Муздалифада, Арапатта көпшілік жолмен келіп тұр ғой, біз ана алып жатырмыз. Ал сапарда ол кісі көп жол, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сапарда көп шықты, басқа қылды, бірақ көпшілік жолмен келмей жатыр. Ахад жолмен келіп жатыр. Неге солынша мәселен намаз мәселесі өте маңызды мәселе. Неге көпшілік жолмен келмей жатыр? Ахад жолмен келіп жатыр. Деп тұрып, ол жағынан да мына мутаватерге қарама-қайшы келген кезде оны алмай мутаватерді алып кетеміз да сол кезде. Түсіндіңіз бе? Керемет түсіндірдіңіз, Абдулахат ұстаз. Демек, қажылықтан бөлек кезде де пайғамбар мыңдаған сахабаларменен сапар шекті, бірақ соның ішінен аз ғана сахаба, бір-екі сахаба ғана осы риуаятты жеткізіп жатыр. Риуаятты жеткізген кезде де мынау жамат тақдим мәселесімен риуаятты жеткізгендер ұстаздарына жаңағыдай проблема бар. Ұстаздар жаңа өзінің серіктестерінен жаңағыдай бөлініп жеке дара неғылған жағдайлары бар, басқалары бар. Ал жалпылама намазды жинат дегеннің өзінде осындай, бірақ біз дұрыс дейміз. Жинағаны бар, осындай риуаяттар келген, бірақ жамъ суари, яғни намаздың соңғы уақытында ананы бірінші уақытында оқып, намазды жинаған боламыз. Бірақ бесін намаздың соңғы уақытында, аср намазын бірінші уақытында оқимыз. Демек, уақытында оқылып деген сөз ғой оның өзі. Иә. Жақсы. Садақа қауіп-қатерден қорған, бәледен пана. Құрметті мұсылман бауырлар, енді сіздер Каспий KZ қосымшасы арқылы Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қорына садақа, зекет садақасы және садақаның өзге де түрлерін онлайн бере аласыздар. Аталған қосымшаны жүктеп, тіркелген соң төлемдер оның ішінде барлық төлемдер бағанына өтесіз. Одан соң қайырымдылық тетігін басып, Жәннәтул Фирдауси қайырымдылық қоры бағанын таңдайсыз. Әрі қарай төлем мақсатын жазып, өзіңіз қалаған соманы енгізесіз. Алла беріп жатқан жария, жасырын садақаларыңызды қабыл етіп, отбасыларыңызға береке берсін.